Мысалы, сіздің біреуіңіз мынандай сұрақ қоюы мүмкін. Бала тәрбиесі туралы біраз нәрсе айтсаңыз деп айтуы мүмкін да. Көп нәрсе айтуға болады. Бірақ нәрсе айта салса да болады. Бірақ нәрсе, сосын сіздің тәрбиеңіз өте тиімді болады ол. Қалай тәрбиелеймін деген кезде жауабы былай. Балаңызды қандай күйде көргің келеді? Қандай күйде балаңызды көргіңіз келеді? Қызыңызды қандай күйде көргіңіз келеді? Құран оқып отқан, Құран жаттап отқан, намаз оқып отқан, сабырлы болған, ұстамды болған. Онда сізге сондай болудан басқа амал жоқ. Болды. Сізді көреді де ол, қайталай береді ол. Ол кішкентай күннен қайталататын қылып қойған негізі Алла Тағала. Кішкентай күнде бүйтіп ол, ана бел әлі нелер нетпесе де, рукухтан сәждеге бірден баратын балалар бар, ана кішкентай балалар. Ол оны дайын қылып жаратқан негізі. Бірақ оны жасау керек. Сондай-ақ әйеліңізді қандай көргіңіз келеді? Оны жасау керек те. И ол да сізге қарайды ол. Түнде тұрасыз, ол да тұрады. Сіз үндемейсіз, ол үндемейді. Сіз бересіз, ол да бере береді. Басында бір-екі рет айтып қалуы мүмкін, түсінбесе мысалы, неге бере бересіз деп, одан кейін бере беретін болады. Өйткені сіз сабырмен жасайсыз. Ол жақсылыққа сынады. Сіз жасай бересіз, сіз білесіз, дұрыс нәрсе беріп жатқан. Ол сынады соған жақсылыққа. Сондықтан қандай әйеліңізді қандай көргіңіз келеді? Балаңызды қандай көргіңіз келеді? Сізге сондай болудан басқа амал жоқ, оның бітті. Болды. Бұл жерге көп білім, көп тақтаға жазып сызып нәрсені етерлікке қажет емес ол. Бір жерде сол арқылы сіз дәлелдейсіз, мақсатыңыз да жәннат екенін да. Жалпы осы отбасыңыздың бәрін үлкен бір жақсылыққа қарай бастап баратқаныңызды солай дәлелдейміз Алла Тағала алдында. Осы нәрселерді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін, иншалла.